Армысыз көрермен, назарларыңызда QR News. Сіздермен бірге Дулат Абдраманов. Жазғы Олимпиада ойындарында отандастарымызды қуантқан кімдер? Толығырақ айтатын боламыз. Еліміздің қоржынында қазірше 1 алтын мен 2 қола бар. Жиынтығы 3 медаль. Жазғы Олимпиада ойындарының сайысы басталған алғашқы күнінде қанжығамызға алтын мен қоланы байладық. Алғашқы жүлдені 10 метр қашықтықтан нысана көздеу бойынша Александра Ле мен Ислам Сәтбаев қола алып елімізге алғашқы жүлдені сыйлаған болатын. Қоланың артынан тағы бір қуаныш болып, еліміз 8 жылдан кейінгі алғашқы алтынды алып, әнұранымыз Олимпиада төрінде қайта шырқалды. Дзюдодан Рио 2016 Олимпиадасының күміс жүлдегері, Токио 2020 сайысының қола иесі және Парижде өткен 2024 жылғы жазғы Олимпиада ойындарының алтын иегері атанған Елдос Сметов көк туымызды көкке көтертіп, әнұранымыздың шырқалуына себепкер болды. Отанымыз бұл жеңісті 8 жыл күтті. Ел меценаттары Руслан Берденов пен Жұмабек Жанықұлов алтын алған Елдосқа қандай көлік сыйлайтындарын білмей, әлеуметтік желіге кеңес сұрап, видео жариялады. Сондай-ақ ақтөбелік танымал кәсіпкер Әнуар Маханов Париж Олимпиадасында топ жарған Елдос Сметовты жеңісімен ерекше құттықтамақ. Ол 60 келінің үздігі атанған Елдосқа 100 жылқы сыйлайтынын айтты. Қанжығамызға тағы бір қоланы дзюдодан топ жарып Ғұсман Қырғызбаев тарту етті. Ол серб дзюдошысы Страхинч Бунчичті жеңіп, бізге 3-ші медальды тарту етті. Ғұсман жеңісінен кейін сұхбат беріп, бұл соңғы олимпиадасы болғандықтан, осы жерде бар күшін тастап кетуге бел байлағанын, қолдан келгеннің бәрін істегенін айтты. Жартылай финалда бразилиялық Лиманы жеңуге мүмкіндік болғанын, бірақ кішкене босаңсып қалғанын айтты. Негізгі тактикасы бойынша біраз шаршатайын деген едім, оның шабуылын күтпей қалдым, деді Ғұсман. Қазірге осы, қош, сау болыңыздар, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар.